Сәлеметсіз құрметті достар, қашықтан оқыту туралы көп сауалдар түседі. Сол оқыту процесі жөнінде ата-ана өз ойымен бөлісті. Саламатсыздар ма? Менің атым Бабылова Раушан Кабдрашидовна. Мен Алиханның мамасымын. Балам 5-ші сыныпта оқиды. Осы номер 7-ші орта мектебінде. Ол айтайын дегенім, осы пандемияға байланысты дүние жүзіндегі балам қашықтықтан оқып жатыр онлайн. Өткен 90-да, 4-ші 90-да біраз қиындықтар болған енді. WhatsApp-пен жұмыс істеп, Zoom-мен жаңа үйреніп, енді осы 1-ші қыркүйектен бастап мен онлайн мектеппен жұмыс істеп жатырмыз, Zoom-мен. Онлайн мектептің бір жақсысы сабақтарды конспектті оқиды, мысалы тақырыпты оқиды, сосын соған жауабын береді, бірден нәтижесі болады. Бала өзі біліп отырады, қалай сабағын оқығанын, білімін тексеріп, солай. Мұғалімдер де өте жақсы түсіндіреді. Бір сұрақтар болса, бала сұрақ қояды да, мұғалімдер бірден жауап беріп жатады, көмектесіп жатады. Өзім де көмектесем, бірге бар білгенімді айтып, үйретіп, солай балама. Онлайн оқып жатырмыз, енді бәрі жақсы болады деп ойлаймын алда.